Власть человеку дается же не вечно. Человек как человек, он всегда остается человеком. Заманбек Нұрғаділовтың жұмбақ жағдайда өлгеніне 20 жыл болды. Заманбек Нұрғаділов Қазақстан тарихында батыл шешімдерімен, тік мінезімен, биліктен, еменбейтін қайсарлығымен елесінде қалды. Нұрғаділов Назарбаевпен тік сөйлескен, биліктің кемшілігін президенттің бетіне тура айтқан сирек адамдардың бірі еді. Ол 2004 жылы 11 наурыз Назарбаевты ашық сынап, отставкаға кетуін талап етті. 21 год он управляет Казахстаном. 21 год управляет. Добавьте сюда еще 7 лет. И, возможно, еще один нет. Это почти 30 лет власти. Такой власти не было ни у Сталина. Такой власти не было и ни у Брежнева. Такой власти не было ни у кого из вообще нынешних правителей, как говорят, и диктаторов. Осыдан тура 2 күн өткеннен кейін 13 наурызда Алматыға премьер-министр Даниал Ахметов арнайы келіп, Нұрғаділовті қызметінен босатты. Содан кейін ол биліктен кетіп, оппозицияға өтті. Ол биліктегі жемқорлыққа қатысты нақты дәлелдері барын айтты. Сегодня по неофициальным данным богатство Назарбаева исчисляется 60 или 80 миллиардами долларов. Ему удалось это сделать последние, пожалуй, 7-8 лет. Түрлі мәлімдемесі үшін сотқа тартылып, айыппұлды арқалаған. Дәл осыдан кейін 1 жыл 7 ай өткеннен кейін 2005 жылғы қарашаның 12-сі кешкісін Алматыдағы үйінде жұмбақ жағдайда мерт болды. Биліктің айтуынша өзін жүрек тұсынан 2 рет атқан, оған өлмеген соң басынан тағы да өз атқан. Бірақ оппозиция билікті сынаған қайраткер қастандық құрбаны болған деп санайды. Мәйіттің жанында 1998 жылы ішкі істер министрлігі Нұрғаділовке берген Кобальт маркалы оның жеке тапаншасы жатқан. Ал опат болғаннан кейін диссиденттің жары Мақпал Жүнісованы тіпті жәбірленуші тарапқа да қоспаған. Әншінің жұбайы Нұрғаділовтің кабинетіндегі теріден жасалған креслоның шынтақ қояр тұсы 2 оқпен тесілген, ал тағы бір оқ портреттің жақтауына тигенін айтады. Заманбек Нұрғаділов өлген күні үйіндегі 16 камера істемей қалған. Үйге сырттан адам кірмеген айтылады. Күмән күдік тудыратын жағдайлар көп болғанымен саясаткердің өлімі әрі қарай зеріктелмей қалған. Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз.